Пайғамбарымыз сәуірдің жаңбырын жинаңдар, оған 70 рет Фатиха сүресін, 70 рет Ықылас сүресін, 70 рет Фалақ сүресін, 70 рет Нас сүресін, 70 рет тәсбих дұғасын оқып, 7 күн үзбей таңертең және кешке бір дүркін пайдаланыңдар. Жоғарыдағы шариғат үкіміне жүгінсек, сәуір жаңбыры табиғатты тазалайды. Ала-қыстай қара жердің қыртысында жатқан микровирустарды құтылады. Жоғарыдағы хадис үкімін эколог ғалымдар да жоққа шығармайды. Өйткені қара жердің бауырын босандырып, жерді көктететін осы сәуірдің жаңбыры. Маңызды ескерту: сәуір жаңбырын алу. Ыдыс биік жерге қойылады. Жаңбыр тіке ыдысқа түсуі керек. Жылғадан аққан су жарамайды.